Саламатсыздар ма? Біз ұзаққа келіп едік. Сіздер ма бағана хабарласқан? Біз. Оны жарайды. Міне үй осы. Бір мен суреттен көрдіңіз ғой. Былай да көріп шықтым келе жатып. Сыртын ішін дегендей. Міне дайындап қойдым, жолдан келесіздер ғой. Несіне әре болдыңыз? Ештеңе етпейді. Жарайды, сау болыңыздар. Каспиялық ақшаны аударып қойдым. Жарайды, түсті. Мана үй әдемі ғой. Менің жатым білмеймін ба? Бара бер. Қазір біз де барамыз. Әдемі екен, киімдермен бірге тастап кеткен. Жарайды, мама, оны мен мына жерге қоя салайын, сіздер жайғастыра беріңіздер. Жарайды. Келдік әрине. Міне сенен жататын жерде бар екен. Отыратын орында бар екен, көріп отыра тұр. Мен жайғастырайын барлығын. Так, свеча, очки, ладно, салам. Телефоным. Мен екінші телефоным ғой, қызыма бере салайыншы, потому что қанша деген мен ода бұрын ғой ескі. Ладно. Киімдерімді салып қояйын. Так, ванна заттарым. Қазір киімді ауыстырмасам, маған неудобно болып кетті. Не ауыстырып алдым. Пижамам. Және халаттарым болны мен ваннаға барам. Ал чемоданымды жерге салам. Так. Наларды қақа қойсам болады вообще. Ана жерге қоя салайын. Или бүйтейін да. Ана алайын. Жабайын да. Жабылмай ма не? Ладно, ана жерге қоя салам. Мына жерге тұра берсін. Ана жерде. Ладно, кеттім. Қызым тез дайындал, тамақ жеп. Анашым. Так, мен жинастырайын. Қаншама киім. Ладно, мынаны бүйтіп ала тұрайын. Қазір ретте балам несі келетін болса, мен ке салам. Формам. Пижамам обязательно. Халатым мына жерде тұра тұрсын. Ауымда екінші форма үлгім. Жылы киімім. Ілінбейм екен. Фотоның орнына. Қанша деген ілгіш қой. Ілмейді екен, Ладно. Мына кілтті ала тұрайын да, мына жерге қояйын. Мына жерге. Мынау жаздық киімім. Қазір суып келатыр, мама. Жаздық киім шығармай қойын ба? Салып тастай сал. Анда-санда киіп тұрармын. Мынау да жаздық. Мынау киіп тұрармын. Ладно, бұларды салып тастайын. Телефонымды алайын. Салып тастайын. Мыналардан мынау емес. Сабақ киіміне тағы күшті вообще. 3 түрлі образ болады. Маған келіп екен. Анашыма көбірек келетін сияқты. Так, мынау үші күштімес, мына жерге салайын. Ал пижамаларымды мына жерге қоя тұрайын. Өйткені мына жерде орын жоқ, все равно. Ал сөмкеде менің блокнотым, менің ақшам, қалғандар анамның ақшасы, және қалған заттар. Ал енді анашыма онда заттарын апарып берейін. Так, мына жерге қалдырып кете салайын. Анашымның деген заттар. Және мына көйлек маған келмей қалды, сізге келетін шығар, мына жерге қоя салам. Кел, шай іш. Болдым. Шай ішегенді. Дәмді снакс жасап кеткен, Жеп ал. Дәмді екен. Дәмді. Сен андай жесің ба, балам? Жеп ал онда. Мен де жеп алайын. Дәмсін, Уже кеш батып жатыр, қараңдар,
Я анашым кеш батып жатыр екен уже. Жарайды, онда ана жерді жинай салайын. Ал сосын анашым, мен жинай берейін, сіз барып маған жататын орынды, то есть қандай мектепке баратын ойластыра берсеңізші. Уже қазір августтың соңғы күндері ғой. Жарайды. Таба беремін, іздей беремін, жүр. Сен ұйықтатайын, мен сот көре бересің. Жарайды, онда мен мына жерге қоя тұрайын. Олардың бәрін жинайын, іше салайыншы. Ұнап қалып. Так, мынаны мынаяққа деді, мынаяққа. Шірмеген. Анашым азық-түлікке дейін тастап кетіпті ғой. Я, күшті екен. Ладно, мен жинап болдым, анашым, мен оны киім жата берейінші. Жарайды, бара бер. Так, онда мен болсам, киіп алайын пижамамды. О, міне өте әдемі болып қалдым. Енді мына жерге қоя салайын. Фиолетовый болып қалды, сонда әдемі. Мына кілтті мына жерге қоя салайын. Өзім сотқа көріп шамалы жата тұрмасам. Болмай кетті ше. Ой, мынау қызық екен ғой. Осыны кішкене көре тұрайын. Мен де қызық екен. Ұйықтайын, қатты ұйқым келіп бара жатыр. Бізде ұйықтайық болды. Телефон әкел, все, нельзя. Ана жерге қоя тұрайын. Так, сен осылай ұйықтай тұр, саған потом киімдер аламыз. Ема? Иә, анасы. Так, мына жерде бір тастап кеткен киім бар екен, сол пижам бола тұрсын. Ұйықта. Анашым. Так, мына жерін ананы мына жерге салып қойайын. Болды. Енді мен пижамымды киіп алайын. Бүгін пижамымды киіп аламын. Болды, мен де ұйықтайын. Все, қайлы түн.